Сен Зеяны көптен бері білесің. Оған соңғы кездері бір нәрсе болған сияқты. Өйткені ол бірінші рет эмоциямен бетпе-бет келді. Бұрын барлығын ойын көретін және ойнап кететін. Ал қазір басқа. Демек, оған Рия әсер еткен бе? Көбірек, ол Рияның айнасы сияқты. Екеуі бір-бірінің толық қарама-қайшы кейпі. Жұмысты аяқтап қалдық. Енді ертеңге жақсылап дайындалып келейік. Сен айтпасаң да. Осы сенің ешқашан күлгеніңді көрмеппін. Мен күлемін, тек шынайы болған кезде. Онда мен күлдіртуге тырысамын. Күлдірту үшін емес, тек түсіну үшін келсең мүмкін күлемін. Сәлем, Рия. Мира, сәлем. Рия, мен саған бір нәрсе айтқым келіп жүр, бірақ бұл дұрыс па, бұрыс па білмеймін. Айтқың келген нәрсені айта бер. Дұрыс болса да, бұрыс болса да. Сенің көңіл күйің түсіп қалуы мүмкін. Маған бәрібір айтқың келген нәрсені айт. Жарайды, олай болса бір жерге отырып айтайын. Сен Зеяны білмейсің, ол бұрын бір адамды өте қатты ренжіткен, басына күн түскен кезде оны келеке еткен, және ол қатты ренжіп мектепте ауыстырып кетті. Мен не дерімді білмеймін. Әлгі адам мектептен де кетіп қалған, оны ешкім көрмеді. Бұл сенімді ақпарат па? Өкінішке орай, иә, мен сені сақ болсын деп айтып жатырмын. Сен соңғы кезде тым қатты өзгеріп кеттің. Бұрын эмоцияны ойыншық көретін едің. Өйткені маған ешкім маңызды емес еді. Қазір бәрі басқаша. Рия ма? Ал ол сенің не істегеніңді біле ме? Сен бір адамның тағдырын құртқансың. Ол адам мектептен де кетті. Мен сол кезде бәрін жек көрдім. Тіпті өзімді де әкем кеткен соң айналамнан ашуымды алған едім. Шын адамдарды бағаламадым. Олардың барлығымен ойнадым. Еске алу маған да қиын. Енді Рияға да солай болмасына кім кепіл? Жоқ, мен бұл жолы ешкімді де ренжіткім келмейді. Бірақ шынымды айтсам, өткендегі қайталанатын болса, мен тағы да өзімді жоғалтып алуым мүмкін. Мен туралы бәрін естіген сияқтысың. Иә. Не ойладың? Шынымды айтсам, өзіме таңғалып тұрмын. Мен неге ғана саған сене қалдым? Мен жай ғана шынайы болғым келеді, бірақ кеш сияқты. Мен кім көрінгенге сене бермеймін және достаспаймын. Мен кім көрінген емеспін. Менің көңілім шыны сияқты, оны ұстасаң сынып кетуі мүмкін. Бірақ мен нақты бір нәрсені біліп тұрмын. Соған бара жатыр бұл жағдай. Сен менен қашып жүрсің. Қашқым келмейді, бірақ сен тоқтамайсың. Егер мен туралы шындықты естісең, сенбесең сенбей-ақ қой, бірақ мен ойнап жүрген жоқпын. Сен бір адамды бұрын алдағансың, нәтижесінде не болғаны бәрімізге белгілі. Бірақ ол бұрын, қазір емес. Бәрібір сен тағы да біреуді алдағың келіп тұр, бірақ бұл жолы біреу емес, ол мен. Рия, мен Мирамын, есікті ашшы. Сен қазір қашып бара жатырсың. Бәрі сені кешірген кезде. Кешірім өткенді өзгерте алмайды. Бірақ сені бәрі кешірді ғой. Мен өзім кешірген жоқпын.
Зея! Сен мұнда не істеп жүрсің? Сен тағы да қашып бара жатырсың, өзің шешім шығарып. Осылай дұрыс болады. Мен сендерді ренжіттім, сендер бұл үшін күресуге лайық емессіңдер. Мен кімге не үшін күресетінді өзім шешемін. Менсіз жүрген жеңіл болады деп ойладым. Жеңіл болмайды, саған да, маған да, бірақ біз жеңіл өмір үшін емес, шынайы өмір үшін күрестік қой. Сонда сен шынымен кешіргенсің бе? Иә, расымен де кешірдік. Мини-сериалдың соңы саған ұнады ма? Өз пікіріңді жаза кет. Және келесі қандай сериал түсіргенімді қалайсың? Комментарийға жаз.